Осы статистиканың арқауы болған бірнеше шаруашылық өкілдері кәсіптерімен айналысуға кедергі жасамауын өтініп отыр. Сыр өңірінің Шиелі ауданындағы 4 ірі шаруашылық соңғы 8 жылдан бері серпіліп жұмыс істей алмай келген. Өйткені олар үлесіндегі 22 мың гектар егіндік жерді еркін пайдалана алмаған. Қазір мәселе шешілген секілді, ел ризығын айырып отырған осыншама жерге неге шектеу қойылды? Аймақтағы әріптесім Нұрлан Жақыпбек мәселенің мән-жайын айтып береді. Ақмаялық диқандардың да аяғына тұсау болған жер дауы. Мәселе мынада. Кезінде ауылға келген инвестор шаруалардың үлесіндегі жерді банкке кепілге қойып, қомақты қаржылады. Алайда тындырымды іс бітірместен ізім қайым жоғалған. Шаруашылықтың жер жаң залықты тұрғасын, мынау лизингіге техника аламайсың Казагрофинанс арқылы. Сондай шектеулер болды. Сосын бір жерден әйтеу кредит аламайсың. В общем, біраз нәрселер, кедергі нәрселер көп болды ғой. Жер бұғауда қалта жұқа, тиісті қолдауларға қолдары жетпеген ауылдықтар жылдар бойы әрі-сәрі күйде жүрді. Жерді банктен босату үшін құзырлы органдарға да жүгінген. Жоғарғы органдарға барып, бас прокуратураның араласуымен диқандарға біз сол жерін қайтарып бердік. Соның нәтижесінде аудан диқандарының егін саласына деген үлкен құлшынысы пайда болды. 8 жылдан бері шиеленіскен түйткіл шешімін тапқаннан кейін ғана шаруашылықтың мүмкіндіктері кеңейді. Мемлекеттік қолдау негізіндегі түрлі жеңілдіктердің арқасында бірсыпыра техникалары да жаңарды. Мынау жаңа комбайндарымыз бұрынғы комбайндарға қарағанда әлдеқайда жақсы, жеңіл, дәнді сырасы жинайды. Бұрынғы комбайндарға қарағанда ескі комбайндар енді 10-15% артынан шашылып қалатын. Бұлар бәрі жақсы түсірмейді дән артынан. Жалпы шиелілік диқан қауым биыл 10 мың гектардан астам жерге күріш егуді көздеп отыр. Сондай-ақ көкөніс пен бақша дақылдарының да үлесін 800 гектарға арттырмақ. Айта кетейік, өткен жылы аудандағы магистральды каналға үрлемелі тоспа қойылғалы атыздарға су жетпей қалу мәселесі шешімін тапты. Тұқымнан тапшылық жоқ, ал жанармай жағынан жылдағыдай жеңілдіктер жасалады дейді мамандар. Нұрлан Жақыпбек, Әлхайдар Тұрлыханов, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы.